Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте оңай, тіпті 5 минутқа жетпейтін уақытта жасалатын шайға арналған десерттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі сондай тіл үйіреді және 3-ақ ингредиенттен жасалады. Бар болғаны бізге банан, қаймақ және қойытылған сүт, яғни сгущенка қажет болады. Ең алдымен бананымызды осылай қабығынан аршып, барлығын ұсақтап турап және шанышқының көмегімен таза табамызға салып езгілеп алатын боламыз. Қазақтың үйінен қонақ арылған ба, әсіресе қонақ келіп қалған кезде шайға не береріңізді, не қоярыңызды білмей қалсаңыз, осы оңай десертті жасай қойсаңыз, қонақтарыңыз дән риза болады. Осылайша міне шанышқының көмегімен жақсылап езгілеп алғаннан кейін керекті мөлшерде қаймағымызды және сгущенкамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Бар болғаны осы. Барлық ингредиенттің керек мөлшерлерін описание бөліміне жазып кететін боламын, сонdan қарасаңыз болады. Және де бұл десерттің ең маңыздысы подача, яғни сіздің ұсынуыңыз. Ең әдемі деген десерт салатын ыдысыңызға молынан етіп салып, беткі жағына жеміс-жидекпен немесе осы бананнан бірнеше тілімін алып қалсаңыз, бананмен де әсемдеуіңізге болады. Мен бұл жерде банан тілімдерімен және де грек жаңғағымен әсемдеп ұсынудамын. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, барлығы нақты, анық көрсетілген. Сіз де жасап көріңіз, және де егер де осы рецепт ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сізбен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта оңай деген және дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей осылайша банан тілімдерімен және грек жаңғағымен әсемдеп дастарханға ұсынуды жөн көрдім. Сіздер де жасап көріңіздер. Шаймен өте жақсы кетеді. Баршамызға ас болсын.